Сәлем балалар. Бүгін сендермен бірге әлеуметтік желілердегі қауіпсіздік туралы айтатын боламыз. Интернеттегі қауіпсіздік біздің уақытымыздың ең маңызды мәселесі болып табылады. Өйткені ғаламторды пайдаланушылардың жаппай ағымы тек қана пайдалы және құнды ақпараттың көзіне айналды. Сонымен бірге қауіпті болды. Қазіргі таңда әлеуметтік желіде парақшасы жоқ адамды табу мүмкін емес. Кейде сол аккаунттарымызға жазатын ақпарат біз жайлы артық сыр аша алады. Тіпті досыңызға айта алмайтын құпиялар баршаның назарында болатыны бір түрлі ғана емес, қауіпті де. Мысалға, бір танымал британдық артист өзінің Twitter аккаунтында "Бүгін қатты шаршадым, сүйіктімді сағынып отырмын" деп жазды. Оның үйіне сол күні ұрылар түсіп, оны байлап, қамап, бар ақшасы мен әшекей бұйымдарын алып кеткен. Әртістің жазған твитінен олар үйдің дабыл жүйесі өшіп тұрғанын және үйде жалғыз екендігін білді. Мұндай жағдай кез келген адамда болуы мүмкін. Сондықтан әлеуметтік желіге жариялайтын жазбаларға аса мұқият болған жөн. Қоғамдық парақшаларда үйіңіздің нақты мекен-жайы сынды ақпаратты жазбаңыз. Қоғамдық желілердегі профильдеріңізді жеке, яғни сіз жайлы ақпаратты тек достарыңыз көретіндей етіп баптаңыз. Достарға да тек шын өмірдегі таныстарыңызды қосыңыз. Танымайтын адамдардан келген жеке хабарлама мен кез келген сілтемелерге өтпеңіз. Спамға ұқсайтын күмәнді хаттарды ашпай бірден өшіріңіз. Әлеуметтік желіге қоятын логин пароліңізге де сақ болыңыз. Әрине, пароль арқылы жеке ақпараттар ала алмауы мүмкін, бірақ хакерлер аккаунтыңызды бұзып, түрлі бұзақылықтар жасауы мүмкін. Мысалға, экранда көрсетіліп тұрғандай сандардан тұратын парольдер ол жарамсыз. Сондықтан түрлі символдардан және кириллица әріптерін араластырып құралған парольдер қиын болып келеді. Сондықтан барынша сондай парольдерді қоюға тырысыңыздар. Енді әлеуметтік желіде кең талқыға түсіп жүрген кибербуллинг туралы айтсақ, бұл заманауи қарым-қатынас құралын пайдаланып қорқыту немесе қудалау. Ол әлеуметтік желі мессенджер қоңырау шалу арқылы жүзеге асады. ЮНИСЕФ-тің хабарлауынша адамды қорқытып, үркітуге, масқаралауға, қудалауға бағытталған қайталанып отыратын әрекет бірнеше жолмен көрінеді. Олар әлеуметтік желіде жалған ақпарат тарату немесе біреудің ерсі фотосын жариялау, адамның ар-ожданын қорлайтын хабарлама немесе қорқыту мәніндегі хат жіберу, өзін басқа адам ретінде таныстырып, әдепсіз хат жолдау. Алайда мұны тоқтату